Баршаңызға сәлем. Әжелеріміз және аналарымыз жиі дайындайтын қамыр палау дайындаймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Жарты пиала жылы суға жарты чай қасық тұзды саламыз және араластырып аламыз. Үлкендеу ыдысымызға бір жұмыртқамызды шағып, сол тұзды суды құямыз. Және үстінен ұнымызды елеп саламыз. Мен бірінші сұрыптағы ұнды істеттім. Кәдімгідей қаттылау қамыр елеміз. Осындай қаттылау етіп қамыр елеп аламыз және тындырып қоямыз. Қазанымыздың астына өсімдік майымызды құямыз 180-200 мл шамасында және ішіне салатын нәрселерімізді дайындап аламыз. Болгар бұрышы, картошка, сәбіз және пияз. Пиязымызды салып қуырамыз. Мен 4-5 пияз шамасында турап салдым. Осындай етіп 1-2 араластырып жіберіп, үстіне осындай тұздалған етімізді саламыз және 1-2 минут қуырып алдым. Астына отыны төмендетіп, крышкасын жауып, 20-25 минут шамасында пісірдім. Осындай пияздың суына әдемілеп қуырылады. Өте дәмі өте тамаша болып шығады. Мінекей осылай пиязы езіліп, осындай еті уже почти дайын болып тұр бізде. Сол сәтте картошка және туралған сәбіздерімізді саламыз. Мен осындай домашний томат қолдандым. 3-4 қасық шамасында салдым. Сіздер егер магазин томатын істететін болсаңыздар, 1 шай қасық жетеді. Осылай жақсылап араластырамыз. Томатымыз шамалы қуырылады және сол сәтте үстінен су құямыз. Қамырға қарай қосасыздар. Менде бір зуалы қамыр болғандықтан, сондықтан аздау су құйдым. 1 кесе шамасында су құйдым. Осыны араластырып жіберіп, үстінен аздаған қара бұрыш салдым. Қалаған дәмдеуіштерді салсаңыз болады. Үстінен қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Тамағымызда етіміз бен картошкамыз дайын болғанға дейін қамырымызды осылай дайындап аламыз. Зуаламызды жақсылап зуала жасаймыз. Кейіннен 5 минут тындырып алдым. Кейіннен жая бастадым. Шамалы қамырыңыз тынса, өте әдемі болып жайылады. Алдымен кішкене оқтайда жая бастадым. Кейіннен үлкен оқтайға өтіп, еттің қамырының шамалы ғана қалыңдау етіп жайып аламыз қамырымызды. Қамырымызды жайып алдық. 10 минутте осындай дастарханда қалдырамын. Осылай тобарыстып аламыз қамырымызды. 10 минуттен соң осылай қамырды тура 3-ке бөліп алдым, теңдей етіп. Кейіннен осындай лента етіп аламыз, кесуге ыңғайлы болу үшін. Әрбір осындай бүктелген лентаны 2-ге бөліп алдық және бірінің үстіне бірін қойып, кесіп аламыз. 7-8 мм шамасында кесіп аламыз қамырымызды. Осындай әдемі болып кесіледі. Тобарсыған қамыр және жабыспайды. Мінекей осындай сорпамыз дайын болып тұр. Сол сәтте үстінен болгар бұрышын саламыз және көк пияз немесе чеснок қосыңыздар. Болгар бұрышын ең соңында салсаңыздар, иісі өте әдемі болып шығады. Және үстіне осындай қамырымызды жайып, ақырындап саламыз. Суы аздау болса, шамалы құйып жібересіздер. Менде су нормальный болды. Сондықтан ешқандай су қосқан жоқпын. Осындай лопаточка көмегімен үстінен әдемілеп жайып жібереміз қамырымызды және 20 минутке дымдап қоямыз. Осымен өзіміздің ұлттық тағам қамыр палау дайын, дәмі өте тамаша болып шығады. Өзіңіз әсіресе қамырды дайындап, осындай кесіп жасасаңыз, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Амандықта кездескенше сау болыңыздар.